Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге тауық етінен керемет рулет жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін өткізбей қарап алыңыздар. Өте дәмді, жұмсақ және тойымды болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаңыз майда болса 4 жұмыртқа қосуыңыз қажет. Үстіне дәміне қарай кішкене тұзымызды себеміз де венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Барлығы біркелкі масса болып араласқаннан кейін үстіне қаймағымызды салатын боламыз. Қаймағыңыздың бұл жерде пайызы ешқандай да маңызды емес. Менде дәл қазір 20% қаймақ. Осылай венчиктің көмегімен жақсылап тағы да біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ әрі тойымды болып шығады. Содан кейін үстіне 1 шай қасықтың көлемінде куркуманы салатын боламыз. Біз куркуманы тек қана сары түс беру үшін ғана саламыз. Араластырып алғаннан кейін алдын ала осындай сырымызды үкіштің үлкен көзінен өткізіп алатын боламыз. Осылай дайындап алғаннан кейін жаңағы қоспамызға осы сырды қосатын боламыз. Бұл кезде біз венчикпен араластырмаймыз. Осылай лопатканың көмегімен біркелкі масса болғанша толықтай араластыратын боламыз. Мінекей мен барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді пергаменттің үстіне ешқандай да май жақпай осылай барлық қоспамызды салатын боламыз. Егер де сіздің пергамент қағазыңыздың сапасы нашар болса, онда міндетті түрде май жағуыңыз қажет болады. Және де осы лопатканың көмегімен барлық жеріне жеткізіп, теп-тегіс қылып жайып қоятын боламыз. Сіздің рулетіңіз өте әдемі, бір тегіс болғанын қаласаңыз, осылай дәл осы видеода көрсетілгендей лопатканың көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Пешіңізді 180 градусқа қыздырып, 15 минутта дәл осыны пісіріп алатын боламыз. Бізде пешіміздегі сырымыз пісіп жатқан кезде начинкасын дайындайтын боламыз. Тауық етін, менде тауықтың төс еті, егер сізде болмаса тауықтың сан етін қолдансаңыздар да болады. Осылай кішкентай бөліктерге бөліп алып, қазір блендерге салып езетін боламыз. Дәл осылай барлығын салып, езіп аламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Кішкентай майдалап турасаңыздар өте тез езілетін болады. Сонан кейін бір пиязымызды да дәл осылай турап салатын боламыз. Мен үстіне кішкене ғана чеснок қосамын, бірақ бұл міндетті емес. Үстіне қара бұрышымызды және тұзымызды қосып, жақсылап блендерлеп аламыз. Құрметті менің көрерменім, менің каналымда көптеген өте оңай, бір жасағаннан шығатын ерекше рецепттер бар. Дәл осы видеоның астына ссылкасын қалдыратын боламын, сол жерден қарай аласыздар. Және де дәл осы тауықтан жасалған рулеттің рецебін дәл осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарай аласыздар. Мінекей бізде дәл осылай болып, барлығы жақсы езілуі қажет. Осы кезде біздің сырымыз пісті. Қараңыздар, асты жабыспай, өте әдемі біркелкі тегіс болып шығады. Сырымызды кішкене ғана суытамыз да, жаңағы блендерде езген тауық етін дәл осы сырдың үстіне салатын боламыз. Сіз бұл рулетті үйіңізге қонақ келгенде немесе өз отбасыңызға ыстық тағам ретінде, яғни екінші тағам ретінде жасасаңыздар да болады. Начинкамызды салғаннан кейін дәл осы лопатканың көмегімен толықтай жаңағы сыр сияқты тегістеп шығатын боламыз. Барлығын жақсылап тегістеп алғаннан кейін дәл осы видеода көрсетілгендей біз рулетімізді орайтын боламыз. Пергамент қағазымызды осылай итере отыра қолымызбен ораймыз. Бірден алып тастамайсыздар, өйткені рулетіміз өте жұмсақ болып тұрады. Және де фольгамызды жайып, дәл осы ортасына қарай түсіретін боламыз. Ақырындап қолыңызбен қатты қыспаңыздар. Видеода көрсетілгендей біз рулетімізді орап шығамыз. Екі жағына және екі шетін бүріп тастайтын боламыз. Қызып тұрған пешімізде 35 минут пісіреміз. 30 минут беті жабық күйінде және 30 минут өткеннен кейін фольгамыздың бетін ашып, 15 минут тағы да пеште пісіреміз. Мінекей біздің тауық етінен жасалған рулетіміз дайын болды. Қараңыздар, ыстық күйінде кессеңіз де өз формасын ұстап өте әдемі болып шығады. Осылай беті қызарып шығады. Міндетті түрде фольганың бетін ашып 15 минут пеште ұстаймыз. Құрметті менің көрерменім, менің видеом сізге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая, келесі кездескенше ас болсын.